Tung сахур. Сол түні телефонға келген хабарлама бар болғаны 3 сөзден тұрды. Бірақ дәл сол 3 сөзден кейін Есеннің өмірі бұрынғыдай болмады. Tung сахур. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Соңғы айларда TikTok пен Instagram'да бір түрлі дыбыс тарады. Tung сахур. Алғашында бұл жай ғана күлкілі мем сияқты еді. Жастар бір-бірін қорқыту үшін түнде осы дыбысты қосып видеоға түсіретін болды. Кейбірі қараңғы подъезде айтып, кейбірі достарына хабарлама қылып жіберетін. Есен мен оның достары да осы мемге қатты әуестенді. Олар үшін бұл жай ғана тренд, күлкілі қалжың. Бірақ ешкім бұл сөздің артында не жатқанын ойлаған жоқ. Бір күні Есенге түнгі сағат 02:17-де белгісіз нөмерден хабарлама келеді. Tung сахур. Алғашында ол күліп жіберді. Мынау кім тағы деп достар чатына скриншот тастады. Бірақ бір түрлісі нөмерді іздесе ешқандай профиль шықпады. Қайта қоңырау шалмақ болды, бірақ байланыс орнамады. Сол түні Есен ұйықтай алмай дөңбекшіп шықты. Терезе сыртынан әлде бір тықыр естілгендей болды. Келесі күні мектепте Есеннің досы Алия түнде маған да сондай хабарлама келді деді. Қалжың шығар деп күлді Есен. Бірақ үшінші бала Нұрсұлтан да дәл сондай сөзді алғанын айтты. Үшеуінің нөмірлері бір-бірінде жоқ еді. Сол күні кешке Есен бөлмесінде отырып терезеге қарады. Қараңғылықта біреу тұрғандай сезім пайда болды. Көзін уқалап қайта қараса ешкім жоқ. Бірақ дәл сол сәтте телефоны дір етті. Tung сахур. Есен әжесіне барып бәрін айтып берді. Әжесі бір сәт үнсіз қалды да бәсен дауыспен бұрын ауылда бір аңыз болатын деді. Түн ортасында адамдарды қорқытатын бір беймәлім дыбыс туралы. Ол естіген адамды өзіне назар аудартып, жалғыз қалған кезде келеді дейтін. Есен бұл сөзге сенгісі келмеді, бірақ әжесінің жүзіндегі қорқыныш оны ойландырып тастады. Бір аптадан кейін Алия сабаққа келмей қалды. Телефоны сөнулі. Үйіне барғандар оның бөлмесінде терезе ашық тұрғанын, ал үстел үстінде бір қағаз жатқанын көрді. Tung сахур. Бұл жолы Есеннің күлкісі жоғалды. Жүрегін қорқыныш биледі. Ол түнде жалғыз қалудан қорқа бастады. Сол түні Есенге тағы хабарлама келді. Бірақ бұл жолы мәтін өзгерек еді. Кезегін келді. Tung сахур. Есен бөлмесінің шамын жақты. Айнаға қараса, өз бейнесі бір сәтке күлімсіреп тұрғандай көрінді. Бірақ ол күлімсіреген жоқ еді. Сол сәтте есіктің сыртынан баяу тықыр естілді. Телефоны қайта дір етті. Экранда сол таныс сөздер жанып тұрды. Таң атқанда Есеннің телефоны үстел үстінде жанып жатқан күйі табылды. Ал өзі туралы ешкім ештеңе естімеді. Содан бері мектепте Tung сахур мемін ешкім айтпайтын болды. Жастар қалжың деп ойлаған нәрсенің артында кейде түсінбейтін қауіп жататынын кеш түсінеді. Интернеттегі әр тренд пен мемді ойланбай қайталай беру дұрыс емес. Кейбірі тек күлкі үшін жасалса да, кейбірі адам психологиясына әсер етіп қорқыныш туғызуы мүмкін.
Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.